Сәлем баршаңызға достар, бүгін сіздермен үй жағдайында өте қатпарлы болып шығатын самсаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Ендеше кеттік, бастаймыз. Бөлме температурасындағы суымызға 1 шай қасық тұз салып, жақсылап ергенше араластырып аламыз. Алдын ала елеп, өлшеп алған ұнымыздың үстінен осы суды аз-аздан құя отырып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Біздің қамырымыз жақсылап иленіп алды. Енді осы қамырымызды 5 минутқа тұндырып қойып, 5 минуттан кейін әдемі болып шығу үшін қайтадан қайтарып илеп алатын боламыз. Беті қаясып қалмау үшін бетіне бірдеңке жауып қойған дұрыс. Мен пакет кигізіп қойдым. Бізде арада 5 минут өтті. Пакетімізді ашып, қамырымызды қайта бір рет илеу жасап қоямыз. Бетін жауып, қайтадан 5 минутқа қалдырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай жып-жылтыр әдемі болып тұр. Осы қамырымыздың астынан ұн себеміз және де бірнеше бөліктерге бөліп алып, дөңгелек зуалалар жасап аламыз. Мен қамырымды 3 бөлікке бөліп алдым. 2 бөлігін ыдысқа қайтадан салып, бетін жауып, шетке алып қойдым. 1 бөлігін алып, әдемі етіп жұқалап жайып алдым. Үш қамырымызды дәл осылай жұқа етіп жайып аламыз. Осы қамырларымыздың үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды дәл осылай жағып алатын боламыз. Бізде осы арасына жаққан сары майдың майлылығы жоғары болған дұрыс, сонда біздің қатпарларымыз жақсы әдемі болып шығатын болады. 3 қамырымызға да дәл осылай сары майларымызды жағып аламыз. Сосын рулет тәріздес етіп жақсылап орап алатын боламыз. Мен 3 қамырды бір-бірінің үстіне қойып майлағандықтан осылай үлкен көлемді қамыр шықты. Егер бөлек-бөлек жаңағыдай ораймын десеңіздер, өздеріңіздің қалауларыңыз. Енді осы қамырымызды ыдысымызға салып, бетін кез келген пакетпен немесе басқа ыдыспен жауып, мұздатқышта кемінде жарты сағатқа, не болмаса 40 минутқа қалдыратын боламыз. Сонда біздің қамырларымыз жайғанда өте ыңғайлы болады, майлары да жақсы қататын болады. Осы аралықта біз самсаның салмасын дайындап алатын боламыз. Мен картоп, пияз және де туралған ет, дәмдеуіштер қостым. Қалауыңыз бойынша кез келген салма дайындасаңыз болады.
Бізде арада жарты сағат уақыт өтті. Қамырымызды мұздатқыштан алып, енді майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен дәл осылай жіптің көмегімен бөліп алдым. Сонда қатпарлары өте әдемі, ерекше қатпарлы болып шығады. Әрі қамырымыздың арасында ауа қалып кетпейді. Қараңыздар, қандай әдемі қатпарлы болып көрініп тұр. Енді осы қамырларымызға ұнды жаға отырып, жақсылап жұқа етіп жайып алатын боламыз. Қатты жұқа етпейміз. Осылайша барлық қамырларымызды жайып алатын боламыз. Қамырларымыздың барлығын жайып алдық. Енді салмаларын салып шығатын боламыз. Міне біз салмасында салып біттік. Енді барлығын әдемі етіп түйіп шығатын боламыз. Самсаларымызды әдемі етіп түйіп алдық. Енді бетіне жұмыртқамызды жағып алатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша бетіне мак немесе күнжет жағып, егер қаламасаңыз сеппесеңіз де болады. Пешіңіздің ыңғайына қарай 200 немесе одан да жоғары градуста қызарғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің самсамыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте қатпарлы, әдемі болып піскен. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.